Мамыр әженің ертегілері. Сәлеметсіңдер ме, қарақтарым? Сәлем, достар. Әже, неге бүгін ескі заманның киімін киіп алдық? Бүгін сендерге орта ғасырдағы әйгілі шығыстың Бағдат елі жайлы ертегіні оқып беремін. Сол үшін осылай киініп алдық. Біздің кішкентай оқырмандар, мен ертегіні бастамас бұрын арнамызға тіркеліп алыңдар. Алда көптеген қызықты ертегілер оқып беретін боламын. Иә, достар, арнамызға тіркеліп, видеоларымызға лайк басып отырсаңдар, біз қуанып қаламыз. Олай болса, мен ертегіні бастайын. Сендер жайғасып отырып алыңдар, патша мен бұлбұл ертегісі. Ертеде, ешкі жүні бөртеде. Қырғауыл жүні қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Сол заманда атағы әлемге әйгілі патша болыпты. Оның сарайы әлемдегі ең көркем зәулім сарайлардың бірі екен. Бірақ патша өз иелігіндегі салтанатқа аса мән бермейтін бейбақ болыпты. Сарай маңында әлемдегі ең әдемі гүлдер өскен үлкен бау-бақшасы бар екен. Халықтың айтуынша, ең ғажабы сол бақшада мекендейтін бір бұлбұл болыпты. Оның әсем дауысын естігендер ұзақ елдерден келіп көруге асығатын болған. Бір күні бұлбұлдың даңқы патшаның құлағына да жетіпті. Бірақ патша бұл хабардан хабарсыз болғанына қатты ашуланып уәзірін шақырып: Бұл қалай болғаны? Неге бұл бұлбұлдар менің хабарым жоқ? Тез арада маған ол бұлбұлдың тауып алып келіңдер. Иә, тақсыр, дереу орындаймын. Маған бірінші бағбанды алып келіңдер. Бәлкім бағбан білер. Иә, патша, ез барыңдар. Ал бағбан, біздің бақта бір бұлбұл бар екен. Неге мен ол жайлы білмеймін? Менің уәзірлермен барда тез бұлбұлдың осында алып келіңдер. Бағбан барлық жерді іздестірсе де бұлбұлды таба алмай әлек болыпты. Бағбан бұлбұлды таба алмаған соң, патшаға егде не айтамын деп басы қатыпты. Патшам, бұл біреулердің ойдан шығарған әңгімесі болуы мүмкін, себебі біз бақтың барлық жерін іздеп таппадық. Бір күні сарай қызметшісі қыз келіп: іздегеніңізді бұл жерден таба алмайсыздар, қаласаңыздар мен сіздерді оның жанына ертіп алып барайын, депті. Тақсыр, ол бұлбұлдың ұшып кеткеніне біраз болды. Оның қайда екенін білем, қаласаңыз ертіп барайын. Бұл не тұрыс? Жолға шығайық. Осылайша олар бұлбұл тұратын баққа да келіп жетті. Уәзір мен қыз бақтың ішінен бұлбұлды іздей бастайды. Бұлбұл қайдасың? Мұнда шықшы, патша сені көргісі келеді. Ол сенің әсем даусыңды естігісі келеді. Бұлбұл қайдасың? Уәзір қыз, бұлбұл үшеуі сарайға жол тартты. Жол бойы бұлбұл сайрап, өз даусымен халықты тәнті етіп келді. Сарайға келіп патшаның алдында бұлбұл ән шырқап, патша әсерленіп көзінен жасаға бастады. Менен не тілеуің бар? Айт, қалағаныңды берейін. Мен үшін ең үлкен сый сізге қуаныш сыйлау. Сол күннен бастап бұлбұл сарай бақшасында тұрып, үнемі патшаға ән шырқап, ел тұрғындары оның әнін тыңдауға жиналып тұрады екен. Бір күні патшаға бір сандық сыйлық келіпті. Ішін ашса, шыныдан жасалған бұлбұл ойыншық екен. Бұлбұлдың төбесінде кілті бар, оны бұраса шынайы дауыс шығатын болыпты. Мұнда кілті бар екен. Бұра. Патша ойыншық бұлбұлға алданып, шынайы бұлбұлдың барын ұмытып кетеді. Ал шынайы бұлбұл болса, патша мені шақырып қалар деп ұзақ күтеді. Уақыт өте шынайы бұлбұл ренжіген соң сарайдан ұшып кетеді. Ойыншық бұлбұл бұзылып, патша шынайы бұлбұлдың жоқтығын сезіп, науқастанып қалады. Алайда бұлбұл патшаның сырқатын естіп, патшаға баруға шешім қабылдайды. Бұлбұл патшаның терезесіне келіп сайрай бастайды. Сол кезде патша ауруынан айығып, сауыға бастайды. Бірнеше күнде патша толықтай жазылып, орнынан тұрады. Мен өте қуаныштымын. Көңілім енді жай тапты. Сөйтіп балаларым, патша өз қателігін түсініпті. Ол шынайы өнер мен шынайы жүректен шыққан әннің ешбір асыл тасқа тең келмейтінін ұқыпты. Міне, балаларым, ертегі осылай аяқталыпты. Жақсылықты бағалай білсеңдер, өмірлерің де әсем әнге толы болады екен. Ал біздің кішкентай оқырмандар, сендерге ертегі ұнады ма? Ұнаған болса лайк басып, арнамызға тіркеліп қойыңдар.
Келесіде кездескенше балақайлар, сау саламатта болыңдар. Сау болыңдар достар. Келесіде кездескенше.